Қазақстанда Еуро 5 стандартына сәйкес келетін алғашқы отандық жанармай өндіретін кәсіпорын ашылады. Конденсат мұнай өндіру кешені негізінде жұмыс істейтін жаңа өндіріс ішкі нарықты сапалы отынмен қамтуға, импортты азайтып, жанармай өнімі түрлерін ұлғайтуға зор септігін тигізбек. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі қаржыландырып отырған жоба биылғы жылдың соңына дейін іске асырылады деп күтілуде. Көмірсутек шикізатын өңдеу және түрлі отын түрлерін шығарусымен айналысатын Батыс Қазақстандық конденсат мұнай өндіру кешені алғашқы отандық Еуро 5 стандартына сәйкес келетін отын түрін өндірмек. Жоба құны $200 миллион. Осы соманың 60%-ын Қазақстанның даму банкі несие түрінде қаржыландырмақ. Бүгін конденсат компаниясы және даму банкінің өкілдері өзара келісімге қол қойды. Өндірісте жылына 114 мың тонна АИ-92 және 86 мың тонна АИ-95 маркалы бензин түрлері шығарылатын болады. Жүзеге асырылып жатқан жобаның еліміз үшін маңызы зор. Ішкі нарықтағы жанармайдың тапшылығын азайтып, көршілес елдерден түсіп жатқан импортты қысқартады. Сонымен қатар, нарықтағы жанармайдың ассортиментін көбейтуге оң септігін тигізеді. Қазақстан даму банкісі қаржыландырады. Бұл қаражат жаңа жабдықтар сатып алуға керекті, сонымен қатар құрылыс жұмыстарын бітіруге, қосу жұмыстарын бітіруге жұмсалады. Жалпы кәсіпорын 198 мың тоннаға дейін тікелей мұнай газ айыру фракциясын, 104 мың тонна вакуум мұнай газын, жылына 75 мың тонна гудрон шығаруды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда бензин өндірісі үшін негізгі технологиялық қондырғыларды монтаждау ісі жүргізілуде. Кәсіпорынды жаңғырту ішкі нарықта жанармайдың тапшылығын төмендетуге, сондай-ақ республиканың батыс өңірінде көршілес елдердің импортына тәуелділікті жоюға және дайын мұнай өнімдерінің сұрыптамасын арттыруға мүмкіндік береді. Даму банкі ұсынған несие бізге өндірісті жаңғыртып, жоғары сапалы өнім шығаруға да мүмкіндік ашпақ. Конденсат акционерлік қоғамның мұнай өндіру кешені негізінде салынғалы отырған жаңа өндіріс ошағы осы жылдың аяғында пайдалануға берілмек. Жұрағат Баман, Нұржан Махмутов, Астана телеарнасы.